Баршаңызға сәлем, есімім Назира, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет бір тағамның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл асты түскі асқа не болмаса кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Өте жылдам дайын болатын тағам. Және де рецептісі қарапайым, ішіндегі ингредиенттері үйдегі бар азық-түлікпен пісіре бересіздер. Видеомды соңына дейін қарап, парақшама тіркеліп алыңыз, болашақта менің жаңадан шығатын рецепттерімді жіберіп алмас үшін. Бұл тағамды дайындау үшін маған тауықтың төс еті қажет болды. Менде тауықтың төс еті 600 грамм. Осы етті майда көбік етіп турап дайындап аламын. Және де қызып тұрған табаға сұйық майды құйып, тауықтың етін қуырып алатын боламын жақсылап. Достар, комментарий бөлімінде ой пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Енді оның үстіне осылай сәбізді күштен өткізіп, сәбіз салып, оның үстіне пияз, чеснок және дәмдеуіштерді қосып, дәмдеуіш менде тұз, қара бұрыш, паприка, мята қостым. Бәрін осылай қуырып, 10-15 минутқа бұқтырып, тауықтың етін пісіріп аламын. Үстіне кішкене қызанақ қосып берем. Енді қайнап тұрған суға лапшамды салып, лапшаны пісіріп аламын. Осылай видеодағыдай менімен бірге жасап көріңіз. Өте дәмді тамақ. Енді оның арасында жұмыртқамды дайындап алатын боламын. 3 жұмыртқаға кішкене 100 граммдай сүт қосып беріп, укроп, көкпияз қосып жіберсеңіздер болады. Және де бір шым тұзбен кішкене қара бұрыш қосып араластырып дайындап аламын. Енді піскен лапшамның үстіне ірімшік салып, оның үстіне укропты салып, жақсылап араластырамын. Сосын табаға сұйық майды жағып, лапшаның жартысын саламын ең алдымен. Сосын оның үстіне жаңағы пісіріп дайындап алған тауықтың етін салып, және қалған лапшаны еттің бетіне, сосын бағанағы дайындап алған жұмыртқамды құйып, үстіне ірімшік салып, духовкаға бір 10-15 минутқа салып аламын. Ірімшіктің үстіне кішкене қызанақ, укроп сеуіп жіберемін. Мінекей мен тамағым дайын болды, өте дәмді. Осылай менімен бірге жасап көріңіздер, және де өте жылдам дайын болатын тағам. Керемет. Ой пікірлеріңізді міндетті түрде қалдырып қойыңыздар комментарий бөлімінде. Парақшама тіркелуді ұмытып кетпеңіз. Арнамда келесі кездескенше сау саламатта болыңыз. Асыңыз дәмді болсын. Осылай менімен бірге жасап көріңіз.